30 temaның 41 сұрауы. Хлорид кислота 500 грамм. 20% ерітпес нейтралдау үшін қанша грамм натрий қаш керек? Ерітпесі 500 грамм деп айтылып жатырды. 500-дің 20% есептеймін. 500-ді 20-ға көбейтіп 100-ге бөлуім керек. 100 грамм шығады. Бұл 100 грамм не болады десе, H хлордың анық өзінің массасы болады. Сөйтіп, реакция жазып көруім керек. H хлор қосылған натрий OH. Нейтраллану деген уақытта орта дозбенен су шығуы керек. Натрий хлор орта дозға кіреді. H хлордың үстіне 100 грамм жазылады. Астына мынау грамм болғаннан кейін MR айтылу керек. 36-да 5. MR айтылу керек 40. Грамм сұрап жатырды. Неше грамм деп, соның үшін үстінен X тауып қоямыз. 109-да 6 шығып беруі керек. Ол дұрыс жауап. 42-ші сұрау. Төмендегі ерітпелердің қайсы бірлерінде күміс нитраттың мынандай процентлі 200 грамм ерітпес қосылғанда бір қилы массада шөкпе пайда болады. Бұлардың бәрін есептеп шығамыз. Ең бірінші күміс нитраттың 200 граммның ішінде неше грамм бар екенін тауып алуымыз керек. Ерітпесі 200 грамм көбейтілген 1,7%. 3,4 грамм болады. Күміс NO3-ге тиесілі мағлұмат. Сөйтіп, оларға бірінші дегені 70 грамм 22% хлорид кислота. Соған қосып көреміз. 7,3 грамм бұл ерітпесі. Көбейтемен 2%-ге бөлемен 100-ге. 0,146 грамм хлорид кислота деді, H хлорға тиесілі. Реакция жазамын. Күміс NO3 қосылған H хлор. Пайда болады. Күміс хлор шөкпе қосылған HNO3 деген бірікпе. Бұл шөкпе. Сұрауда да бір қилы массада шөкпе пайда болады деді. Онда күміс нитраттың үстіне жаманнан тауылып қойған 3,8 жазғаным дұрыс болады. H хлордың үстіне бүйірден тауылып қойған 0,16 жазғаным дұрыс, 0,146 жазғаным дұрыс болады. Реакция тең, астына MR-лері 36-да 5, 170. Мына жерден 3,4 бөлу 170 0,02 болады. 0,146 бөлінген 36-да 5. 0,04. Енді химияда азы толық реакция көрсететін қағида бойынша мынау аз мағлұмат, мынау көп мағлұмат. Азы толық реакцияға кірседі. Көбі болса ауысады. Сол қағида бар, хамме реакциясын жүреді бұл нәрсе. Күміс хлоридтің MR-ін тауып алсам жақсы болар еді. 108 қосу 35-те 5. 143-те 5. Азы бойынша 143-те 5-ті 0,146-ға көбейтіп 36-та 5-ке бөлемен, сол кезде шөкпенің грамм кеп шығады. Нөлптен 574 грамм. Хоп, енді біреуімен жауап шықпайды. Мына жерде екіншісі, үшіншісі, төртіншісі, бесіншісі, алтыншысы бар. Әммесін жазып шығуымыз керек. Екіншісінде 73 грамм 2% хлорид кислота деді. Көбейту 2%.
алдыңғысынан өтірге fark qilib turibdi. So'ng uchun 1,46 gram bo'ladi xash xlor. Reaksiyani qaytadan yozib ko'raman. Kumush NO3 qo'shuv xash xlor paydo bo'ladi. Kumush xlor shok B qo'shilgan HNO3. Reaksiyalar teng 170, 36,5, 143,5 üstlere mana yer 1,46, mana yer 3,4. Bölüp ko'raman 0,02, bölüp ko'raman 0,04 bo'ladi. Kalkulator basib ko'rsam. Endi az manav bo'ladi, ko'p manav bo'ladi. Unda 143,5 ni 3,4 ga ko'paytib 170 ga bölüp hesaplaydigan yerine keldik. Şökbening massasin. Şu кезде 2,87 gram bizde paydo bo'lib beradi ekan. Hozircha mana şökbe menen mana şökbening massasi durust kelmaydi. Keyingileri durust kelib qoluvi mumkin. Davom etib ko'ramiz. Üçüncü ayda ne qil deb edi bir qarab beramiz. 100 gram 10% az tuz eritmesi. Men so'ng yozib ko'raman. 100 gram bu eritmesi ko'paytaman 10% ga. 10 gram natriy xlorning o'zi chiqadi. Endi reaksiya kerak bo'ladi. Qaytadan kumush nitratdan boshlayman. Qo'shilgan natriy xlor paydo bo'ladi. Kumush xlor yana shokbe ham natriy NO3. Bunun üstüne 3,4 gram yere o'zgarishsiz qolib turibdi. Natriy xlorning üstüne 10 gram. Bunun asti 170, bunun asti 58,5. Mana o yili 0,02 bo'lsa san yozila beradi. Anani bo'lsa bo'lib ko'raman. 0,17. Ya'ni mana o ko'p, mana o az. Bunda 143,5 da shokbening gramini topish uchun 143,5 da 3,4 ga ko'paytirib 170 ga bo'laman. Azi bo'yicha ishlashimiz kerak. Сол кезде және жоғарыдағы мағлұмат 2,87 шығады. Hozircha üçüncü менен екіншіде бірдей сандар шығып жатырды. Көргенүү бар еді. 20 gram 10% az tuzu eritmesi var ekan bizlerde. Soğan mağlumat çıkıp koyalım sende reaksiyonu. Sigirma eritme ko'paytu 10% 2 gram. Екі gram бұл натрий xlordiki. Natriy xlorning massasi bo'ladi. Жаңағы қағида bo'yicha. Reaksiya jazaman kumush NO3 natriy xlor kumush xlor және shokbe natriy NO3 shokbe emas. Bunun üstüne 3,4 gram tavuk koygan sanımız aldın. Aslına 170, bunun üstüne 2 gram aslına 58,5. Бұл 0,02 болады. Бұл болса 2 бөлінген 58,5. 0,034. Және мынау көп, мынау аз екен. Сөйтіп, шөкпе 143,5 gram көбейтемен, 3,4 көбейтемен, 170 бөлемен. Сол кезде шөкпенің қайтадан массасы 2,87 шығып береді. Хоп, 5-ші мағлұматты оқып көрейік сіздер менен. Калий хлоридтің 10 мл 0,1 молярлы ерітпесі. Хоп, грамм емес екен онда. Оны да табуға болады. Ансат. Біздерде қағида бар. Көлемді 10 мл-ді 1000-ға бөлсек 0,01 литр болып келеді. Оны не үшін тауып атпан? Смолярды көлемге көбейтсең мол шығады деген қағида бар.
Smalia жаңағы жерде бар еді 0,1 мол-литр. Көлем қазір айландырдық 0,1 литрге. Сол кезде көбейтсек 0,001 мол деген мағлұмат шығып береді. Неге тиесілі болады бұл мағлұмат десек, калий хлоридке. Калий хлоридке тиесілі болады. Калий хлорид сильвин деген аты бар. Мағлұмат сипатында керек болып қалуы мүмкін. Кейін реакция жазып көремін. Күміс NO3 қосу калий хлор пайда болады. Және күміс хлор шөкпеге кетеді. Қосу калий NO3. Бұның үстіне өзгермес сан 3,4 грамм 170. Калий хлордың үстіне 0,01 астына болса моль болған үшін моль жазылғаны дұрыс болады. Мынау грамм болған үшін грамм жазылады. MRZ-тегі. Қарап көрсем, мынау 0,02, мынау болса 0,001. Мынау аз, мынау көп. Мұнда шөкпенің граммы 143,5-ті, енді көбейтіп бөлетін санымыз өзгереді. Аз болғаны үшін. Сонда 143,5 көбейтілген 0,001. Шөкпенің граммы 0,1435 шықты. Басқаларына айырмашылық болып қалды ол. Алтыны оқып көрейін. Калий хлоридтің 100 мл 0,1 мол-литр ерітпесі. Сондай жер бар екен. Онда біздер және жоғарыдағы мағлұматтан пайдаланамыз. Көлемдегі 100 мл-ді 1000-ға бөліп аламан. 0,1 литр болады. 0,1 литрімді мольға айландыру үшін смоляр көбейтілген көлем деген формуладан 0,1 литр көбейту 0,1 мол-литр. Сол менен 0,001 деген мағлұмат шығып береді. Мольда бұл да калий хлоридке тиесілі. Калий хлоридтің екінші аты сильвин деп атырмыз. Реакциясын жазып көремін. Күміс NO3 қосылған калий хлор пайда болады. Күміс хлор шөкпе қосылған калий NO3. Бұның үстіне 3,4 грамм 170 грамм, бұның үстіне 0,01 моль, астына 1 моль. Бұның астына 0,01 шығады, бұның астына 0,02. Мынау еле аз, мынау еле көп. Онда 143,5-ті мынаған көбейтіп, бұған бөлеміз. Сол уақытта шөкпенің граммы 1,43,5 шығады. Енді біздерге бірдей санлар керек. Біздерде бірдей санлар 2,87, төртіншідегі, 2,87, үшіншідегі, 2,87, екіншідегі. Сол үшін жауабымызды 2, 3, 4 деп алғанымыз дұрыс.